Хайжы Хакас эстрада өмізі Арженикет займандағы көк інік алды, пазохосте орнықшатқан үс алды бұл барыбызхан. Анзы ең бастап республикадағы культура министерствосы оларны поз хайында тұтчатқанының балғалыстығы. Хакасияның алтынзар хайман зартызың бұл өмі бастағысына шорық жүрді. Шорықты хайда біз көстіке біз постарыбыздың писатель, композиторлар пәрегізік хостыры сыхан кендені шиірім пайыпт тіп адып шабыз писаны, адып салғабыз ол президент грантының хостыры ақшылық оңдайының ақшыл палылғын анның араны шонға аштырып оларыны бірай көстіке бісанды. Біздің сарынжылар, тақпақшылар шөргенлері, тадыр шонның көглерін көстіке біз. Хайжы Хакас эстрада өмізі түшідің шерім пайы атық шындыға кірген шаяшы ұстарының шерлерінже шоры қасығырға бөгінші. Сарынжылар барды ол аймақ көглерінің шоның көңінің көдірігі керек. Оларына қады бұрайзын. Шонына көз деп, шонының таныстырып, таныстары келзінлер, шағыннары келзінлер, туғаннары келзінлер, пос ширін көдірзінлер, пос шонын ұлғылып көдірзінлер, андақ шорықтың өнетін шанзары барабысыя, анда Валентина Васильевна Белоглазованың тақпақтары кірген, Антонида Егоровна Аршанованың ырлары кірген Иди Хайжы Хакас эстрада өмізі таштып уйбыт алырды бұл барыбыздар. Аның 3 ноябрьді бұл ойынырны Семен Прокопьевич Кадышевтың адының культура кәнінде ұлық концертінің тозарлар.